Енді бізде келесі төртінші қадам әрбір классқа жеке-жеке атау беруді ұйымдастырамыз. Яғни біз төртінші қадам екендігін анықтап жазамыз. Яғни өздеріңізге ыңғайлы болу үшін әрбір қадамға белгілі бір нумерация қойсаңыздар болады. Бірінші, екінші, үшінші. Және бұл бізде төртінші болады. Әр классқа тағайындау var. Area, table, name, named, EE, future collection, future collection. Осының ішінде біз future collection groups, map, function, item, function group item var. Number var, class number, EE, number, item, get, class, item, get, class, var, area, квадратный метр, EE, number, item, get, sum. Sum var. Мысалы, келесі бізде varдан кейін var, class name, EE, algorithm, algorithms, if шарт қоямыз. Class number, equation, equation 2, bare soil, немесе very low vegetation. Яғни бұл дегеніміз бізде ашық топырақ немесе өте нашар өскен өсімдік жамылғысы деген атпен ие болады. Енді алгоритмді ары қарай жалғастырамыз. Түр қойылғаннан кейін қайтадан осыны копировать етіп аламыз да астына қоямыз. Басу арқылы EE algorithms, if class number, equation 3. Бұл жақта бізде sparse vegetation, яғни өте нашар өсімдік жамылғысы дейді. Sparse vegetation. Келесі, енді төртті жазамыз. Equation 4. Equation 4 бізде moderate vegetation, яғни орташа өскен өсімдік жамылғысы, moderate vegetation.
түрді қоямыз да келесіне біз dense vegetation 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 dense vegetation сәйкесінше бұл жақта бізде бір екі үш төрт бағана болу керек екен. Сол бойынша бір қарап шығайық. Var table named future collection groups map function item item ішінде бізде тағы да бір item болу керек екен. Мен жазамыз. Item var item ii dictionary ii dictionary item groups maps var class number. Енді class number'ды жоғары көтереміз. Оның жалғасы болып табылады. Item dictionary item var class number ii number item get class area m квадрат ii number item get sum. Мына жақта жабылды. Енді келесі class name ii algorithms f class number equation 1 болу керек екен бізде мына жақта. Equation 1 бұл жақта бізде қалып кетіпті. Яғни осыны ары қарай жалғастырамыз. Қалып қалған нысанды қайтадан орнына келтіреміз. Equation 1 ii number equation 1 water shadow деп жазамыз. ii algorithms equation 4 dense vegetation. Dense vegetation'нан кейін бізде ii алгоритмнің if'і бар. ii algorithms class name енді әрбір if-тан кейін, яғни if-тің өзіндік жақшасы бар екен, әр жақшада біз dense-тан кейін 1, 2, 3, 4 жақша қоюымыз керек, қате болмас үшін. 1, 2, 3, 4. Мына жақтағы жақшалардың барлығы ең соңына көшеді. Енді осы функция бізге белгілі бір нысандарды қайтару керек. Return ii future null class number class name дегенді анықтаймыз осының ішінде. Енді келесі area гектар ретінде area m2 divide бөлеміз 10.000-ға 3 километр квадрат area m2 divide
1E6. Мгм. Мгм. Енді осыны тексеріп көрейік. Print named area table. Area table. Ранды басып көреміз. Егер қате жоқ болса, бізде нәтиже дұрыс анықталады. Бірақ бізде қате бар деп тұр. Мхм. Бізде қателіктерді қазір оны түзетейік. Бізде мына жақта алгоритм деген сөз дұрыс жазылмай қалыпты. Algorithms. Ранды басып көреміз. If is not function дейді. Мхм. If class number equation for moderate vegetation algorithms дұрыс. Мхм. 1, 2, 3, 4 класс. 4 класс. If class number equation for түсінікті. Мен қайтадан JavaScript'ін қателіктерін орындаппын. Яғни if бізде үлкен әріппен жазылады. Сол жағын да қарастырамыз. Яғни бізде named area table атты жаңа бағаны шықты. Future1, properties, яғни осылардың барлығы бізде жеке-жеке аттарға ие болды мысалы. Columns, мысалы float, олардың барлығы таблицалар, яғни столбец деп аталады. Осы жақта міне бірінші класс бізде water, екінші класс бізде bare soil, very low vegetation, sparse vegetation, moderate vegetation және де dense vegetation, яғни жақсы көрсеткіштер деп анықталады. Енді осы деректерді біз сәйкесінше одан ары қарай анықтауымыз керек. Енді осы деректерді біз экспорттаймыз. Экспорттау үшін қандай нәтижелерге қол жеткіземіз? Келесі 5-ші қадам бізде экспорттау. Оны келесі видеода қарастырайық.